таймлайн тәсілімен бақылау жүргіздім. Таймлайн ағылшын тілінен аударғанда уақыт шкаласы, уақыт белдеуі, немесе уақыт сызығы деген мағынаны білдіреді. Оқу үдерісінде сабақты бақылауда таймлайн тәсілінің сабақ процесінің уақыт кезеңдері мен басты элементтердің хронологиялық тәртіпте зерттеп бақылауда көптеген пайдасы бар. Оқу материалдарын визуалдау үшін бұл инфографиканы қолданған өте ыңғайлы. Бақылаудың бұл түрі сабақтың әр 10 минутына сәйкес оқушы мен мұғалімнің сәтті және сәтсіз әрекеттері, тиімді әдіс тәсілдері, жұмыс қарқыны, тік немесе көлденең сызықтар арқылы бақыланып толықтырылып отырады. Біздің бақыланып отырған зерттеу сабағымыздың 40 минутының әр 10 минутына сәйкес оқушы және мұғалім іс әрекеттері осылай кестеге салынды. Мысал келтіріп айтып кететін болсақ, миға шабуыл, ақиқат пен жалған әдістер өткен материалдары және шығарманың мазмұнын еске түсіріп, оқушылардың қызығушылығын оятты. Ал дәнекер әдісі бойынша әңгіме мазмұны өмірмен байланыс ойдағыдай жүзеге асып, отбасы құндылықтары туралы үлкен жұмыс жасалды. Сілтеме табушылар қызықты оқиғадан көрі жалпы мазмұнға көшіп, уақытты ұтымсыз пайдаланды. Бұл жерде ұстазға топтардың бірін-бірі мұқият тыңдап, қадағалап отыруына назар аудару керектігі жазылды. Салыстыра суреттеу мен қарама-қарсы суреттеуге тапсырма бергенде, мұғалім бұл жөнінде ерекше тоқталып, талдап түсіндірді. Және сабақтың соңғы минуттарында біздің бақылағанымыз бойынша оқушылардың ұстаз стратегиялармен жұмыс жасауына әбден дағдыланғаны байқалды, және мұғалім тарапына сабақ жоспарлағанда тапсырма көлемі мен уақыт өлшеміне сәйкес келтіруге ұсыныс жазылған. Бұл жерде мен барлық мысалдарға тоқталып кеткен жоқпын. Сабақтың әр кезеңіне қарай айтылған, жазылып отырылған әдіс тәсілдерге және іс әрекеттерге берілген бағамен толықтырылып отырды. Таймлайн әдісі не үшін тиімді? Бұл бақылау мен зерттеуде нақтылыққа мүмкіндік береді. Деректерді көріп елестетуге көмектеседі. Бақылау тәсілі арқылы бақылаушы сабақты қорытындылап санаттап, келесі сабақтар құрғанға көп көмектер мен ұсыныстар алып отыратын өте тиімді әдіс.